Шынайы шындық мен шындықпын деп өзін дәлелдеп жатпайды, оған мұқтаж емес. Иллюзия мен өтірік қана өзін дәлелдеуге тырысады. Немесе күмән бар жерде дәлел бар. Сондықтан мына діни адамдармен өзіңнің бір қағидаң туралы сөйлессең, бұл қай жерде жазылған, маған дәлелдеші деп саған кері жауап қайтарады. Атеисттер де дәл сондай. Сондықтан дін адамы мен атеисттің ешқандай айырмашылығы жоқ. Шындықты сен білесің, сезесің, сол шындыққа үңілгенде. Бірақ шындық ең алдымен сенім деген шымылдырықтың артында тұрады. Сондықтан шындыққа өту үшін ең алдымен сенімге өту керек. Әрі қарай білім деңгейі. Және сол шындықты мына сыртқа әлемнен іздемейсің. Керісінше өзіңе қарай үңілесің. Мына Гёдель деген ғалымның теоремасы бар. Шынайы шындықты дәлелдеуге болмайды, және бұл жерде бұл Құдай, мына орысша высшее сознание, яғни жоғарғы сана деген ұғым туралы айтып тұр. Сырттан ештеңені іздемейміз, ішімізге қарай керісінше құлаймыз, үңілеміз.